Талғат Бигелдинов майданға 1943 жылдың қаңтарында тап болды. Ол әскерилер арасында ұшқыш танк деп аталып кеткен Ил-2 ұшағымен шайқасты. Соғыс жылдары жаудың жердегі әскерін жою үшін 305 рет әуе шайқасына қатысып, 7 ұшақты атып түсіреді. 1944 жылдың 26 қазанда Знаменка, Кировоград қалаларын азат етудегі ерлігімен әскери шеберлігімен әуе шайқасында жаудың 4 ұшағын атып түсірген үшін аға лейтенант Бигелдиновке Кеңес одағының батыры атағы беріледі. Эскадрильяны үздік басқарып, Краков, Опельн, Катовице, Бреслау және Берлин қалалары үшін болған ұрыстарда жауынгерлік тапсырманы асқан батырлықпен орындап, көрсеткен ерлігі үшін гвардия капитаны Талғат Бигелдинов 1945 жылдың 27 маусымда екінші рет алтын жұлдыз медалімен марапатталды. Соғыстан кейін 1950 жылы Талғат Бигелдинов КСРО әскери әуе күштерінде қызмет жалғастырады. 2 рет Кеңес одағының батыры, аты аңызға айналған ұшқыш Талғат Бигелдинов 2014 жылы 10 қарашада өмірден өтті.